атын әбдіш нұрбақыт, мен осы мектеп премьер-министрімін және есіміңіз? Сәуле Ибадуллақызы. Сабақ қалай өтті және пікіріңіз қандай пікір қалдыратын едіңіз? Сабақ өз мақсатына жетті. 45 минуттың ішінде қойған оқу мақсаттарына жетіп, оқушылар 10 оқушылары түгел қатыса білді. Мысалы, мен бағана санадым 20 оқушы ма, 20 оқушының бәрі белсенді болды. И бағаланды, 100% бағаланды. Оқушыларда білім бар. Мұғалімнің сабақ темпі өте керемет. 45 минуттың ішінде барлық мақсат қамтылды деп ойлаймын. Рахмет. Сырмын, есіміңіз? Жандос. Сізге физика сабағы болды қазір, иә? Ол қалай ұнады сізге? Пікіріңіз қалдырып кетсеңіз? Сабақ жақсы өтті. Оқушылар жақсы белсене қатысты. Есеп шығаруға машықтанған. Жалпы бұл сабақ есеп шығару сабағы болды. Сабақ өз деңгейінде өтті. Рахмет үлкен. Саламатсыз ба? Мен осы мектептің министрі болып келемін. Атым Нұрай. Сізден кішігірім сұхбат алсам. Жалпы осы бүгінгі сабақта керім байланыс беріп кетсеңіз. 52-ші мектептен келдім, орыс тілі маманы боламын. Мен Гүләсия, орыс тілі сабағында қатыстым. Тема Атырауская поэма, 9 Ж класс. Өте керемет сабақ өтті. Көп нәрсені өзімізге қабылдап алдық, керек нәрселерімізді. Апай да класста өте мықты өтті сабақты. Кері байланыс беріп кетейік. Біз орыс тілі пәні мұғалімін Гүләсия апайға қатыстық. Сабақ керемет өтті. Балалар өте жақсы қатысты. Өзімді таныстырсам, 52-ші мектептен мектеп лицейінің мұғалімі, орыс тілі пәні мұғалімі боламын. Сізден осы сабаққа қатысты кері байланыс алып кетсем. Өткен сабақ жайлы, яғни сабақ жақсы өтті. 23-ші мектепке келіп, өзімнің опыт жинап дейді ғой, орысша айтқанда опыт алдым. Білікті, білімді мұғалімдердің сабақтары. Урок прошел на высшем уровне. Мне понравилось урок. Рахмет үлкен.